Қайырлы күн, бүгін сіздермен пикник салатын жасайтын боламыз. Тура осы видеодағыдай өте әдемі және дәмді шығатын болады. Кеттік, бізбен бірге жасап көріңіздер. Рецебін қалдыратын боламын. Алдымен колбасамызды тураймыз. Дәл осы видеодағыдай етіп турап аламыз. Енді корнишон қиярларымызды тураймыз. Барлығын осылай турап алғаннан кейін жұмыртқамызды ағын бөлек, сарысын бөлек ажыратып аламыз. Ағын осылайынан тураймыз, сарысын бөлек алып қоятын боламыз. Енді осындай помидорларды турап аламыз. Дәл видеодағыдай етіп, әдемілеп тураңыздар. Бұны ең артынан әдемілеп, сәндеп салатын боламыз. Енді көріп тұрғандарыңыздай бізде бұл шеше сыры. Бұл қатты болғандықтан бұны үстіне қайнап тұрған су құйып, 1-2 минутқа жібітіп аламыз. Міне видеодағыдай жұп-жұмсақ болып шықты. Енді дәл осылай созып ажырататын боламыз. Міне осындай ғып дайындап алдым мен. Енді қалғанын турап салаттың ішіне сала салуларыңызға болады. Салмасаңыздар да өз еріктеріңіз. Сырдың дәмі тәтті болғандықтан, тәтті дәм беретіндіктен мен салып жібердім. Енді жәнегі жұмыртқаның сарысын алып, осылайынан еземіз, үстіне майонезді қосып, сосын тұз қосамыз, бұрыш қосып, жақсылап, осылайынан араластырып аламыз. Міне біздің салатқа қосатын соусымыз дайын болды. Енді жәнегі туралғандардың барлығының үстіне керешкемізді, не сухариді осылайынан саласыздар. Сосын дайын болған соусымызды қосамыз, жақсылап отырып араластырамыз. Дәмін көресіздер, тұзы аз болса, аздап тұз қосып жіберулеріңізге болады. Міне осылайынан тарелкамызға салып, жәнегі турап қойған сырымызды бетіне әдемілеп қоямыз. Помидорларымызды да жан-жағына осылай сәндеп қойып шығамыз. Міне біздің салатымыз дайын болды. Дәмі де өте дәмді шығады. Бір жасасаңыздар тағы да жасалғыларыңыз кеп тұратын болады. Сондықтан міндетті түрде осы рецеппен жасаңыздар. Жасап болғаннан кейін комментарияға өз ойларыңызды жазыңыздар. Сәттілік сіздерге. Біздің каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.